Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздермен хачапури по-аджарски тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бір жұмыртқаны жарып, үстіне құмшекер мен тұзды салып араластырып аламыз. Майды алдын ала ертіп немесе ыстық суға салып ертіп алсаңыздар болады. Және сол суымызды сүтпен араластырып, жұмыртқаның үстіне құямыз. Енді ұнымызды електен өткізіп аламыз. Одан соң үстіне ашытқын салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып, сұйықтығымызды құятын боламыз. Одан соң барлығын араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды көтерілгенге шейін жылы жерге қойып қоямыз. Енді ең маңызды ингредиент ірімшігімізді бүккіштен өткізіп аламыз. Бұл жерде екі түрлі ірімшік болғандықтан екеуін жақсылап араластырамыз. Қамырымыз бір көтерілгеннен кейін оны екіге бөліп, сопақша формада жаятын боламыз. Одан соң осы видеода көрсетілгендей етіп, ірімшікті салып, қамырдың шетін осылай жауып шығамыз. Және де екі шетін осы видеода көрсетілгендей етіп қосамыз. Ашылып кетпес үшін қаттырақ қысу керек. Дайын болған қамырымызды противенің үстіне орналастырамыз. Дайындап қойған қайықшаларымыздың ішіне ірімшікті салып шығамыз. Одан соң қызып тұрған 200 градус пеште 20-25 минут, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ортасына осындай шұңқыр жасап, жұмыртқаның сарысын саламыз. Және пешке қайтадан 5 минутқа салып аламыз. Мінекей осымен хачапури по-аджарски тағамымыз дайын. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Баршаңызға ас болсын.